Muftiyat bölümdері қандай? Ассаламу алейкум рахметуллахи ва баракатуху, құрметті бауырлар, біз бастаймыз. Муфтият өз ішінде 19 бөлімнен тұрады. Олар: діни басқарма, КМДБ-ның төрағасы, бас муфти, КМДБ ақылдастар алқасы, қамқорлар кеңесі, КМДБ-ның төралқасы, аппарат жетекшісі, діни істер бөлімі, шариғат және патуа бөлімі, мешіт істері бөлімі, халықаралық байланыс бөлімі, хаттама бөлімі, қажылық бөлімі, уағыз насихат бөлімі, ғылым және білім, жалпы жастар ісі, халал өнімдерін стандарттау, баспасөз және интернет, әйел қыздар бөлімі іс басқармасынан тұрады. Қазіргі таңда муфтиятты басқарушы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бас муфтиі Өтпенов Наурызбай қажы Тағанұлы. Ал енді кішігірім ми қозғап сұраққа жауап беріп көрейік. Біз не себепті имам әл-Матуриди ақидасын, Абу Ханифа мазхабын таңдадық? Ең бірінші болып дұрыс жауап жазған және де ең көп лайк жинаған адамның жауабын келесі видеода шығаратын боламын. Видео ұнаған болса лайк басып, репост жасап кетуді ұмытпаңыз. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.